Сәлеметсіңдер ме, балалар? Менің аты-жөнім Әбдікаримова Жанат Мекенбаевна. Номері 31 Шоқан Уәлиханов атындағы жалпы орта білім беретін мектебінің химия және биология пән мұғалімі боламын. Бүгін сіздермен бірге өтетін сабағымыздың тақырыбы оксидтер. Зертханалық тәжірибе оксидтердің қасиеттерін зерттеу. Оқу бағдарламасына сәйкес келетін бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаты оксидтердің жіктелуін және қасиеттерін білу, олардың химиялық қасиеттерін сипаттайтын химиялық теңдеулер құру. Жаңа сабағымызды бастамас бұрын өткен тақырыпқа шолу жасап өтейік. Ол үшін мен өткен тақырыбымызға байланысты сұрақтар дайындап келдім. Осы сұрақтарға жауап беріп өтейік. Бірінші, хлордың периодтық жүйедегі орны. Екінші, хлордың физикалық қасиеттері қандай? Үшінші, хлорды лабораторияда неден алады? Төртінші, хлорды қайда қолдануға болады? Бесінші, хлор қосылыстарының тірі ағза үшін маңызы қандай? Және алтыншы, хлордың адам ағзасындағы биологиялық маңызы қандай? Осы сұрақтардың жауабын маған жіберіңіздер. Ал енді назарларыңызды ортада тұрған ұяшыққа аударсаңыздар. Бұл жерде бізде бірнеше заттың формуласы берілген. Енді мына сұрақтарға жауап берсеңіздер. Бірінші, қандай қосылыстар бинарлы деп аталынады? Мына қосылыстардың ішінен бинарлы қосылыстарды анықтаңыздар. Екінші, қандай қосылыстардың формулалары бинарлы емес? Артық формулаларды алып тастаңыз. Үшінші, қалған формулалардың ішінен артығын анықтаңыздар. Көріп отырғанымыздай, бұл жерде метанның формуласы артық болып тұр. Себебі оның құрамында оттек жоқ. Төртінші, қалған ұсақ формулалардың ұқсастығы неде? Олардың ұқсастығы, олар күрделі заттар, екі элементтерден тұрады. Екі элементтің біреуі оттек болып келеді екен. Соңында қалған бинарлы қосылыстар бізде оксидтер класына жатады екен. Енді назарымызды мына суреттерге аударайық. Бұл жерде газдалған сусын, су құйылған стакан, құм, рубин тасы бар сақина жатыр екен. Бұл заттарды біріктіретін не деп ойлайсыңдар? Оларды біріктіріп тұрған оксидтер екен. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы оксидтер. Жаңағы формулаларға сүйене отырып, оксидтерге анықтама берейік. Сонымен оксидтер дегеніміз химиялық элементтердің оттекпен түзілетін қосылыстары екен. Енді оксидтердің аталуын қарастырайық. Халықаралық номенклатурада оксидтерді атаудың екі тәсілі қолданылады екен. Бірінші тәсілі ол валентті тұрақты элементтердің оксидтердің элемент атына оксид деген сөзді қосып айтады екенбіз. Мысал үшін, бірінші мысал калий оксиді. Екінші алюминий оксиді. Бұл жерде де калийдің де, алюминийдің де валенттілігі тұрақты. Ал айнымалы валентті элементтердің оксидтерін атағанда оксид түзуші элементтің атынан кейін жақша ішінде элементтің валенттілігі көрсетіледі екенде, содан кейін оксидті деген сөз жалғанады. Мысал үшін, көміртегі 2 оксиді, көміртегі 4 оксиді. Ал енді екінші әдісіміз оксид түзуші элементтің атомдар санынан басталып, өзінің атауы, одан соң оттек атомдарының саны беріліп, оксид сөзімен аяқталады екен. Металл тұрақты валенттілік көрсетсе, оның санын айтпаса да болады. Мысал үшін, күкірт диоксиді, күкірт триоксиді, дифосфор пентоксиді екен. Бұл жердегі моно деп отырғанымыз 1, ди 2, три 3, тетра 4, пента 5 және осылайша жалғаса береді екен.
Ендеше оксидтердің физикалық қасиеттерімен танысып өтейік. Оксидтердің физикалық қасиеттері әртүрлі. Олар суретте көрсетілгендей газ, сұйықтық, қатты күйде болуы мүмкін. Мысал үшін, газ ретінде көмірқышқыл газын алуға болады, сұйықтық ретінде су және қатты күйінде құмды мысалға ала аламыз. Қатты күйде кездесетін оксидтердің саны өте көп. Көптеген қатты оксидтер табиғатта тау жыныстар түрінде кездеседі екен. Мысалы, кварц, яшма, кремний оксидінен түзілсе, магнитті теміртас, темір 3 және темір 2 оксидінің қоспасынан түзіледі екен. Ал енді сендерге топтық тапсырма берейін. Әрбір топқа бір оксидтің формуласын беретін боламын. Сендер мына жоспар бойынша, көрсетілген жоспар бойынша берілген оксидтің визит картасын дайындауларың керек. Онда оның аталуы, физикалық қасиеттері, яғни агрегаттық күйі, түсі, судағы ерігіштігі және табиғатта таралуын, табиғатта және адам үшін маңыздылығын айтып өтесіңдер. Бірінші топқа судың формуласы, екінші топқа көмірқышқыл газының формуласы, үшінші топқа кремний оксидінің формуласы берілген. Осылар бойынша жұмыс жасаймыз. Ал енді оксидтердің химиялық қасиеттеріне тоқталып өтейік. Негіздік және қышқылдық оксидтердің қасиеттері әртүрлі болып келеді. Оксидтердің барлығы дерлік суда ерімейді. Негіздік оксидтердің ішінде калий оксиді, натрий оксиді, кальций оксиді және барий оксиді сумен шабытты реакцияға түседі екен. Ал көптеген оксидтер сумен әрекеттеспейді екен. Енді негіздік оксидтердің химиялық қасиеттеріне тоқталсақ. Бірінші, негіздік оксидтер сумен әрекеттесіп, негіз, яғни сілті түзеді екен. Екінші, негіздік оксидтер күшті қышқылдармен тұз және су түзе әрекеттеседі екен. Үшінші, негіздік және қышқылдық оксидтер өзара әрекеттескенде тұз түзіледі екен. Қышқылдық оксидтерге де дәл осындай үш қасиет тән екен. Олардың біріншісі қышқылдық оксидтер сумен әрекеттескенде нәтижесінде оттекті қышқыл алынады. Екінші, қышқылдық оксидтер сілтілермен әрекеттесіп, тұз және су түзеді екен. Үшінші, қышқылдық оксид пен негіздік оксид өзара әрекеттескенде тұз түзіледі. Ал енді осы оксидтерді қалай аламыз, соған тоқталып өтейік. Оксидтерді алу әдістері. Бірінші, жай заттардың оттекпен тікелей әрекеттесуінен алынады екен. Екінші, оксидтерді одан әрі тотықтырып алады екен. Үшінші, суда ерімейтін негіздерді қыздыру арқылы алынады. Төртінші, тұздарды қыздыру арқылы айырғанда оксидтер түзіледі екен. Бесінші, күрделі заттар жанғанда оксидтер түзіледі екен. Ондай оксидтер қалыпты жағдайда қатты күйде болады екен. Ал молекулалық құрылымдық оксидтер сұйық немесе газ күйінде болады. Ал кейбіреулері сұйық күйде кездеседі екен, себебі олардың балқу температурасы едәуір төмен. Енді сабағымызды бекіту мақсатында бірнеше тапсырма орындайық. Бірінші тапсырма: оксидтердің формулаларын теріп жазыңдар және жіктеңдер. Төменде бірнеше оксидтердің формулалары берілген, соларды негіздік, қайсысы қышқылдық, қайсысы екідайлы екенін бөліп жазуымыз керек. Екінші тапсырма: сәйкестікті табады екенбіз. Оксидтің формуласы мен атауы арасындағы сәйкестікті табу керек. Ал үшінші тапсырмада реакция теңдеулерін дұрыс болатындай етіп толықтыруымыз қажет. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Енді оксидтер туралы не білдіңдер? Бүгінгі сабағымыздың мақсатына жеттік пе, қалай ойлайсыңдар? Бүгінгі сабақтағы өз іс-әрекетіне, алған біліміңнің деңгейіне және болашақтағы маңызына өз-өзіңе баға беріп көр. Ол үшін мен түсіндім деп өзіңнің түсінген нәрсеңді жазасың.
Мен үйрендім деп өзіңнің үйренген нәрсеңді және бүгінгі алған біліміңнен өзіңе қажет нәрсені маған қажет деп 3 сөйлеммен ойыңды аяқтайсың. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.